Амансыздар ма? Бүгін 2 наурыз, ең әуелі баршаңызды келе жеткен қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Енді бүгінгі мал базары жақсы, жұмыс жалғастырып жатыр. Енді көктем болғаннан кейін жабағы тайлар, қозы қойлар, бұзаулы сиырлар деген сияқты сатылымда бар. Бағалар қандай екен көріңіздер. Жалпы әр мал базарда жеке видео салғанда 10 мың 15 мыңға дейін просмотр болып жатады, бірақ ешкім жазылмай жай ғана көріп өтіп кетіп жатыр. Сондықтан жай ғана көріп қана отырмай каналға жазылып, лайк басып қолдау көрсетсеңіздер дұрыс болар еді. Өйткені подписчик керек, көбейту керек. Хотя бы сол 10 мың адамның 1-2 мыңы әрбір мал базар сайын жазылып отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет, ораза қабыл болсын. Мұнан 430 мың бағасы, 300 мың бағасы. Еркек тазағанды дейді, 250 мың дейді. 360 мың өтті дейді, құнаншар. Сегіз жасар жылқы 650 мың дейді. 1 миллион 400 мың 9 жасар жылқы. 3-ке келетін жылқы бағасы 750 мың. Жорғасы бар 250 мың, еркек. Бұл бенен 650 мың бағасы. Жабағытай 300 мың, еркек. Бұл айғыр 1 миллион 6 жасар. 8 жасар жылқы 600. Мынау қанша? Bunu 240 деп тұр. 240. Арғылар? Алар, екі кішкентай 220-дан. 220. Алар сол 240-тан деп тұр. 240-тан. Еркек болары? Ұрғаш еркек. Ұрғаш еркек. Құнан шығар 400 мың бағасы. 350-ден әрқайсысы. Ұрғаш қойы бар, ә? Ұрғаш. Бұнда шөті ұрғаш әрқайсы 250 мың теңгеде. Дейдер ғой? 500-500-ден 1 миллион маңайында алдым дейді. Арғысы да сондай. Ұрғаш. 290. Ұрғаш. Еркек па? $290-ға беремін дейді, 300 деп тұр екен. Сегіз жасар көкпардың аты, бағасы 1 миллион теңге. 7 жасар айғыр, бағасы 700 мың. 190 мың кішкентай жабағы. Мына 460 мың дейтін қасқалар. 250 мың еркек. Жуас? 5-600 мың бағасы. Үш жабағы түр әрқайсысы 250 мың теңгеде. Бие 500 мың. Мынау 700, анау 600 дейсіз бе? 570, анау 600. 570. Қанша жасар бар? 2 жастан асқан. 2 жасар. Симент алып қалар. Осындайдан екеуі тұр. Бағасын айтайын ба? 2 миллион деп айтты. Айтыңыздаршы. 2 миллион бола ма бұл? Қазір ажындасын көрсетем. Ауда.
2 миллион. Сонда екеуі бірігіп 2 миллионға әрқайсысы 1 миллионнан. Үшеуі тұр, екеуі ұрғаш, біреуі еркек. 230, 270. Второе 460. Төртеуі тұр осындай. 500 деп қойдым дейді, саудасы бар деді. Бәрібір де ұқсас түрлері. 500 үйдің. Ар жағын дәл осындай екеуі тұр оларды 500 үйдің. Мыналар. Қара мен қызыл тұр. Олардың жері 450-де. Мынау 700 дейді. Тигрица. Бұзауы сиыр 500 дейді. 480 мыңға беріледі бағасы. Қанша туған? Екінші туған. Бұқа, бір жарым жасар бұқа. 470 мың әрқайсының бағасы. Мына тоже 430 алғанда сары. Тоже 430 дейді. 3 бұзау тұр мына жерде. 220-дан тұрғаш. Бірінші туған бұзау сиыр 530 мың бағасы. Берес. 560 мың. 500-ге келе ма? 500-ге? Келеді. Қысыр сиыр 650 мың. Ірі екен. 500 деп тұрсы 480-ге берем дейсіз, 1 миллион 100 мың бұзау сиырын көрдім. Мынау екен. Семен талма парадас. Сүтті. Мамасын көрдіңіздер ме? Нағыз айран беретін сиыр екен. 5-ші туған. 500 мың бұзау сиыр. Бұлар еркек ұрғаш? Еркек. 460 мың бағасы бар. Бұл бұзау сиырдың бағасы 600 мың дейді. Екеуі әрқайсысы 500 мың. Ағыма? 470 әрқайсысы? 470-тен. Тойын деп тұрған сиыр екен. 5 туған 650 мың. Екеуі де бұзау сиыр әрқайсысы 650 мың. Екеуі ашарлас 60 мың тоқтыр. Буаз қойлар 60 мың әрқайсысы. 15 мың. Байланған ба жоқ па неме? 80 мың әрқайсысы. Міне түрі деген осындай болады. Мұны екеуі еділ байда, мұны екеуі Еділ бай 130-120-дан қошқарлар. Мұны аш жағы осындай болады бұлардың. 150 мың қошқар. 75 мыңнан сауып қойлар. Байланған. Байланған тоқты 75-65. 70 мың 65 мың дедіңіз, қозы қой 65 мың. Тоңып тұр. 35 мыңнан болып тоқтылар. Кішкентай екен. 80 мың бұл қошқар. 70 қошқар ғой, 80 мың қозы ғой. Ерте туған қозы 75 мың. 75 мың. 65 мыңнан байланған.
қойылар де. Қорқты ғой.